Сәлем достар, мен сендерге бүгін ертегі айтып берем. Баяғыда бір заманда түлкі келе жатып бір оқтауды тауып алыпты. Сол оқтау маған керек шығар деп алып келе жатса, бір ағаштан жасалған үйлерді көрді. Соның біріншісіне келіп тоқылдатады. Қожайым, үйіңе қондыршы деді. Қожа айтады, сенсіз де үйім тар деді. Түлкі айтады, маған көп жер керек емес, столдың үстіне жата салам, құйрығымды столдың астына қоя салам деп айтады. Оқтауымды пештің астына қоя салам деді. Сөйтіп жарайды деп кіргізіпті. Төсек сап беріпті. Бәрі ұйықтап жатқанда түлкінің басына бір ой келіпті. Оқтауды алады, отқа өртеп жібереді. Сөйтіп тұрғаннан кейін айтады. Қожайым, менің оқтауым қайда деді. Түлкі айтады, сен менің оқтауымды тауып бермесең, тауығыңды бересің деді. Сөйтіп қожайы ар қарап, бері қарап, оқтауды таба алмай, тауықты береді. Тауықты алып, екінші үйге келеді. Есікті тақылдатады, айтады. Қожайым, үйіңе қондыршы деді. Қожайы айтады, сенсіз де үйім тар деді. Түлкі айтады, маған көп жер керек емес. Столдың үстіне жата салам, құйрығымды столдың астына тыға салам, тауығымды пештің қасына қоя салам деді. Сөйтіп жарайды деп кіргізеді, айтады. Түлкінің басына бір ой келді, тауықты алады да өзі жеп қояды. Біраздан кейін бәрі тұрған соң түлкі қожайына айтады. Қожайым, менің тауығым қайда? Менің тауығымды таппасаң, үйрегіңді бересің дейді. Қожайы ар іздеп, бер іздеп, тауықты таба алмай, үйректі береді. Түлкі үйректі алады да үшінші үйге келіп есікті тақылдатады. Қожайым, үйіңе қондыршы деді. Қожайы айтады, сенсіз де үйім тар деді. Түлкі айтады, маған көп жер керек емес, столдың үстіне жата салам, құйрығымды столдың астына тыға салам, үйрегімді пештің қасына қоя салам дейді. Қожайы жарайды деп кіргізеді, төсек сап береді. Біраздан кейін бәрі ұйықтап жатқан кезде түлкінің басына бір ой келеді, үйректі алады да өзі жеп қояды. Содан бәрі тұрып жатқан кезде түлкі қожайына айтады. Қожайым, сен менің үйрегім қайда дейді. Түлкі айтады. Сен үйрегіңді тауып бермесең, қызыңды бересің дейді. Қожайы іздейді, таппайды. Содан түлкіге айтады. Түлкі, сен сыртта күте тұр, мен қызыммен қоштасып алайын дейді. Сөйтіп Ақтөс деген итін салады да қапқады жауып түлкіге береді. Түлкіге қожайы айтады. Түлкі, сен қазір қақпады ашпа, ашсаң қызым қашып кетеді дейді. Орманның қасына барып бір ағаш дейді. Сөйтіп түлкі орманның қасына барады. Қаптың ішін ашқанда Ақтөс деген иті түлкіні қолай бастады. Түлкі бір тесіктің ішіне кіріп айтады. Мынау құйрығы маған мазамды алды деп құйрығын сыртқа шығарады. Ақтөс деген күшігі түлкінің құйрығын алба-жұлбасын шығарады. Сөйтіп менің ертегім аяқталды. Өтірік айтуға болмайды, балалар. Егер менің ертегім ұнаса, лайк басып маған жазыңдар. Жақсы жатып жайлы тұрыңдар. Сау болыңдар.